бір күлдірге әңгіме айтайын деп едім. Мен Маңғыстауда жиі боламын жұмыс бабымен. Өйткені Шетпе ауылында Серікбол Қондыбай деген замандасымыз, ұлы ғалым өмірден өтті. Мен оның 5 кітабын орысшаға аудардым. Сосын Шетпе ауылында Серікболдың атындағы музей бар, мифология музейі. Маңғыстауға барсаңыз, міндетті түрде сол музейге барыңыз. Соған мен ерікті ретінде ақылшы, кеңесшімін сол музейге. Сонымен қыркүйек айында тағы да сол Маңғыстауға бардым, Серікболға арналған конференцияға қатыстым да. Маған сол кезде мынау сынықшы айтты, 4-5 килограммнан артық көтермей-ақ қой. Қазір белім ауырып жүрді да. Соның үшін кішкентай ғана рюкзакпен бір аптаға кеткенмін ғой сол жаққа. Сонда рюкзакқа кәдімгідей тіс сатын щеткамен конференцияға киетін ресми костюм салдым. Сосын өзім бір спорттық костюммен кете бергенмін ғой. Оны мен отандық өндірушілерді қолдаймын деп Абай фабрикадан алғым келді. Оларды сол кезде менің өлшемімде тек қана қызыл костюм болған ғой. Сонымен қызыл спорттық костюмді киіп бардым. Сосын о жақта міндетті түрде қатысқан адамдарды, жан-жақтан келген адамдарды Бекет атан басына апарат, Шопан атан басына апарат. Мен де солармен баратын болдым. Әсіресе мен енді бірнеше рет бұрыннан да болдым, бірақ шетелден келген ғалымдармен сөйлесетін адам серік керек болды да, соларға еріп бардым. Енді басқа киімім жоқ, сол қызыл спорт костюммен бардым да, ұялсам да солай баруға тура келді, ешқандай белдемше, көйлегім жоқ. Сосын бір қызығы жергілікті бір ғалым, кәдімгідей доктор, тілтанушы доктор әйел, ол да сондай қызыл костюммен келді да, біз автобустың артында отырдық, өйткені алдында қонақты құрметтеп, сол алыстан келген адамдарды отырғыздық. Маңғыстаудың адамдары артына отырды, мені де өзіне жақын тартып артына отырғызған ғой. Содан екеуміз де қызыл спорт шалбармен келе жатырмыз. Сосын ол күліп жіберді да айтты, Мұрат Ақмырзаев деген нағашым бар Маңғыстауда, керемет өлкетанушы, өте білімді адам. Сол бұл құрбымды көргенде оған күліп айтқан екен, негізі қазақтың, адайдың қыз келіншектері бұрындары қызыл дамбал киген екен, көйлек астына қызыл дамбал киген екен. Сосын қасымызда сен сол дәстүрді жаңғыртып жатқан сияқтысың ғой деп. Сосын қасымызда облыстық музейдің директоры Эльмира Абланова отырған ғой, ол да үлкен ғалым, тілтанушы. Сол айтты, мен жақында архивтерден мынандай іс таптым, облыстық архивтен. 47 жылы, соғыстан кейін, 47 жылы Маңғыстауға әрбір ауданға бір бума қызыл мата таратқан екен, қоймаларға апарған екен. Өйткені 47 жылы, 17 жылы большевик Лениннің төңкерісін тойлаймыз деп, әрбір ауылда мейрамға қарай матаны жыртып, әрбір үйге үлестіріп, сосын әрбір үй қызыл жалау ілсін деген жоспар болған ғой. Сөйтіп әр ауылға қызыл мата апарған. Ол кез жоқшылық заманы ғой, мата да жоқ, түк те жоқ. Сосын мейрамға қарай қараса, қоймада, бір ауылдың қоймасында сол қызыл мата жоқ екен. Сосын айда тергейді. Сонда қоймашының әйелі таратқан екен сол матаны, жергілікті ауылдас әйелдер қыздарға таратқан екен, дамбал тігіп алыңыз деп. Өйткені ол білмеді, ол жалауға арналған, әйтеуір қоймаға мата түсті деп қуанған ғой. Сосын Сталин заманда бұндай іс үшін ол қоймашы, оның әйелі қызыл матадан совет жалауға арналған матадан дамбал тіккен әйелдер түгілі, сол ауылдың басшылары, аудан басшылары кәдімгідей итжеккенге кету мүмкін еді. Соның үшін бұны жылы жауып, ары қарай бұл хабарды таратпай осылай тоқтатқан ғой бұл хабар. Іс тоқтап қалды. Осындайды Эльмира оқыған екен. Сондай әңгіме айтып, бізде Бекет атаға бардық, ата кешірсін деп.